Барлықтарыңызға сәлем достар. Мен бүгін өзіме арналған заттарға обзор түсіретін боламын. Достар, мен ютубты енді басып жатырмын, сондықтан сіздерден қолдау күтемін. Бірінші мен шашыма арналған заттарға обзор түсірейін. Бірінші плойка. Ол менде осындай стайлер бар. Бұл стайлер розовый цвет. Осындай стайлер, және бұның насадкалары бар. Міне осындай. Сосын оның насадкалары тарағы бар. Мына жеріндегі алып тастап мыналарды, и бұны былай қойып қойсаң, шашыңды тарайсың, и ол түзулене береді. Сосын осындай, бұл насадкалар қойды. Сосын осындай тағы насадкалар бар, осындай орташа насадкасы бар, және үлкен насадкасы бар. Менде 4 насадкасы бар. Мына жерде осындай кішкентай насадкасы, үлкені, орташасы. Және осылар. Сосын осындай екі шашты қыстыруға арналған заттар бар. Сосын осындай тарағы бар бұның. Бұл плойка стайлер осындай. Мен жердің барлығымен шашымды бұйралып көрсетіп отырамын. Сосын менде осындай записный бар. Бұл плойканың осындай крышкасы бар. Ашылады. Және бұл 2 в 1. Осындай утюжок болады. Сосын мына жердің көзі мынандай плойка болады. Мынандай утюжок бар. Қара цвет. Осындай. Бұнымен мен шашымды көп жасамаймын, себебі мен шашым өзімдікі түзу. Сондықтан көп қолданбаймын бұны. Енді қолданып көрейік осы заттарды. Достар, бұл осындай. Мен мына жерде градустары және секундтары бар. 160 градус, 180 градус, 200 градус. Және 6 секунд, 9 секунд, 12 секунд. Мен көбінесе 160 градус 9 секундты пайдаланамын шашыма. Және бұл өте уақытты үнемдейді. Мен бұнымен 10-15-20 минутта полный шашымды жасаймын. И бұны маған туған күніме мама папа сыйлады. Уақытты прям қатты үнемдейді. Бір жаққа асығып жатсаңыздар, шаштарыңызды тез жасайды. Достар, енді мен осымен жасап көремін. Менің шашымның бұйрасын кетіріп жатырмын, чтобы мен жасау үшін. Енді бұны қазір мен тоққа тығамын. Достар, мен тоққа тығып алдым. Енді шашымды бұйралаймын. Мен негізі бұны көп қолданбаймын. Себебі менде стайлер бар болған соң, бұны қолданып отырғым келмейді. Қайта-қайта орап. Бұл негізі өте удобно, себебі плойка мен утюжокты бірге ұстап жүру ол неудобно. Ал мынандай 2 в 1 болсын, екеуі бірге. Сосын достар, мен сіздерге утюжогым бар ғой. Соны қолданып көрсетпей қойын, себебі білесіздер, утюжоктың қалай үтіктейтін. Бұлай шықты бұйрасы. Болды. Енді достар, сіздерге мен шашыма арналған крабиктерді көрсетейін. Мен басымда қазір осындай бордовый крабик тұр. Менде осындай жылтыр крабик бар. Сосын осындай гавайский сондай крабик бар. И бұның мынандай жері сынып қалады. Негізі бұл тез сынатын крабикті. Сосын маған ұнайды, бірақ қатты емес. Сосын осындай бабочка. Және менде мынандай 2 бантик бар. Осындай бантик. Және осындай. 2 түрлісі. Бар, өте әдемі. Болды. Достар, болды. Себебі менің көбісі сынып қалған крабиктерім.
Енді менің боянатын заттарыма обзор түсірейін. Достар, мен уходовый заттарымды көрсетсем, менде осындай тоник бар. Менде уходовый заттар көп емес, себебі мен бетім таза. Осындай тоник бар, және онымен ватный диск бар, болды. Уходовый заттар менде басқа жоқ. Енді мен өзімнің немді көрсетсем, косметичкамды. Осындай косметичка. Енді осының ішіндегі заттарды бөліп алайын. Достар, енді мен сіздерге тенеларды көрсетейін. Менде осындай тене бар. Ішінде өте көп цвет бар. Мен негізі тене көп жақпаймын. Сосын осындай. Мен бұл жерде румяна мен хайлайтер бар. Осыларды жағамын. Енді мен туштарын көрсетсем, менде осындай Max Factor'дікі бар. Осындай. Осындай XXL-дікі бар. Бұның бірақ несі кет қалған. Жазуы өте күшті. Осындай Up Extreme'дікі бар. Туштарым. Енді тинт помадаларын көрсетсем, менде осындай Matte Me-дікі бар. Күшті. Сосын осындай Kiko'ның 07-ші оттенктағы блескі. Сосын осындай Lime Crime бар. Білем, негіз осылар мен көп жақпаймын, себебі ерін жабысқақ болып. Бірақ оны ерінің ішкі жағына несесе жақсы, андай тент сияқты тұрады. Типа тент сияқты нәрсе ғой. Сосын осындай мен помадам болған. Бұрында соны астынан түсіп қалған. Бұл негізі апасында тұрады. И бұл тоже күшті. Сосын мен подводкаларым. Подводка осындай. Maybelline'дікі бар. Maybelline New York'дікі. Осындай. Сосын осындай жылтыр подводка. Сосын тағы менде мынандай бір помада бар. Но оны мен осыған бөлілерін келгенде, кішкентай бөлілерін сындырып саған былай жауып. Мен оны негізі көп жақпаймын, фиолетовый цвет болған. Сосын менде контуринг. Контуринг менде жидкий. Негізі помада болған. Осындай контуринг. Қоңыр цветте. Сосын менде қас бояйтын осындай бар. Мен бірақ қасымды көбінесе боямаймын. Боямаймын. Сол үшін мен бар жап жаңа болып тұр. Арасында еркеңесі бояп қоям. Осындай менде карандаш для губ бар. 15-ші оттенок. Осындай и мына жерінде осындай бар, типа растушевка жасауға. И осындай менде айтатын еді, мынау гель для губ бар. Типа жарылып кеткенде жағатын. Сосын осындай керлерім бар. Бір заттар көрсетпеппін, осындай пупаныкі және осындай мактыкі. Пупада бір тень бар, мен түсінбеймін, оны мен жақпаймын. Осындай домалақ и ортасында короче осындай. И мынандай несі бар, кисточкасы бар. Мен бұны мүлдем жақпаймын. Сосын осындай мактыкі. Бұл кушон ғой деймін. Осындай несі бар. Осындай кушоны бар. Сосын мына бетінде осындай губкасы бар. Және бұның айнасы бар. Айнасын түсіп қалған ана жақта. Сосын тағы менде мынандай кушон бар. Осындай утка кушон. Уткама. Және осындай мен бұл кушонды да жақпаймын. Кушоны осындай насадкасы бар, запасы бар. Енді достар, мен кремдерімді көрсетсем. Осындай Самайдың Франция крем универсальный. Осындай крем для рук. Мен бұл аромат розы. Бұл бетке де қолға да бола береді, универсальный. Сосын осындай крем для рук клубничный. Сосын осындай крем для рук клубничный. Мына ерсақтың кремі, мен ешін екен білмеймін. Сосын осындай Вовловтың
осындай иісі күшті. Мен қолға да жағамын, былай да жағамын. И осындай. Даже достар, білесіздер ме, менде крем для ног бар. Мен бірақ аяққа жақпаймын. Осындай. Сырты күшті. Осыны зима дейді. Осындай beauty кафе. Крем для рук апельсиновый мен оранж. Енді достар, мен қолыма мынандай менде SPF бар. 45+, бұл негізі кәдімгідей қорғайды. Прям қорғайды адамды. И мынандай крем для лица бар. Омега премиум. Бірақ мен бұны жақпаймын. Сосын менде осындай пилкалар бар. Мынандай пилка бар. Көріп тұрсыздар ғой. Осындай пилка бар. Және достар, менде қолыма жағатын нелер бар, лактар бар, бірақ мен оны жақпаймын да. Осындай бордовый цветте. Осындай золотистый цвет. И осындай жаңа жыл сияқты, мынандай жасыл, жылтыр цвет. Мен оларды жақпаймын. Достар, сонымен менің видеом бітті. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Подписаться етіп, лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.